Қарақалпақстан халық жазушысы Бердақ атындағы мемлекеттік лауреаты Шаудырбай Сейітовтың Халқабат романы тетралогиясы Қарақалпақ прозасындағы ең құллы дөретпелердің бірі есептеледі. Шар бозы һәм машақатлы асырмалар деп аталған бірінші һәм екінші романда бір Қарақалпақ ауылы мысалында мемлекеттегі 1928-1930 жылдардағы сияси харекетлер, кеңес үкіметінің Қарақалпақстанда алып барылған колхоздастыру саясаты һәм оның ақыбетлері, социалдық тұрмыс һәм жәмиет уәкілдерінің арасындағы қарама-қарсылықтар, жеке инсандардың бір-біріне ұқсамаған өмір жолдары, таң қалдырарлық тағдырлары, қиян-кесті уақиялары шеберлік пенен суретленген. Халқабат роман эпопеясының 3-ші һәм жұмақлаушы 4-ші романлары жәмлестірілген. Өрден қырғыннан соң деп аталған 3-ші кітабында автор Қарақалпақлар арасында өрден қырғын атанған 1937 жылы Сальвелік үлкен репрессиядан соңғы ұлғылалы жылдарды суретлейді. 4-ші кітап Атланшап романында халқымыз өтмішінде ғана емес, бүткіл дүния тарихындағы ең ауыр жылдар, екінші жаһан ұрысы жылдарындағы уақияларды суретлеуге бағышланған. Бұл екі кітап та Халқабат роман эпопеясының әдепкі екі кітабының давамы. Бұнда да сол романдардағы қахрамалар, персонажлар санасының өсу эволюциясы, күреслері, ташвишлері, тағдырлары заман тағдыры менен байланыста сәуленеді. Бұлар заманды рауажландырып барады. Аталар эстафетасын балалар алып, ілгерлеуін давам етеді. Авторға там лиризм, драматик, психологиялық мәуретлердің шебер суретленуі жатық тіл оқушысын жалықтырмайды. Бұл кітап көп санлы кітап оқушыларының пікірін есапқа алып, Халқабат роман тетралогиясы қайтадан басып шығарылды. Жылдар өмір оған, өмір жол оған. Жолда қуаныш бар, жолда жұбаныш, оның ядындадыр тайға қысынған һәм, жоллар мың арпалыс, жолға бұл тән. Демек, 1000 мәртебе естігеннен көре, бір мәртебе келіп оқып көрген жақсырақ. Бұл кітап сіздерді Тахаташ районы Мәлмиме кітапхана орайында күтпекте.